Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздермен осындай валик жастықты, конфетка, шал жастық, шынтақ жастық дейді, осындай жастықты тігілу жолын толығымен қарастыратын боламыз. Бұл жерде бізде потайной замокта отырғызылған осындай керемет потайной замоктың тігу технологиясын көрсетемін. Астарындағы чехолдарын барлығын қалай әдемі және мінсіз етіп тігуге болатынын көрсететін боламын. Сол себепті каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз, және де бұдан да басқа үй текстилімен таныстыратын боламын. Ол үшін бізге поролонның өзі қажет болады. Мына менде 3 сантиметрлік поролон, ал сіз болсаңыз 3, 4, 5 сантиметрлігін ала берсеңіз болады. Ол осындай қалыңдықта үлкен листтармен сатылады. Одан кейін осы поролонымызды қаптау үшін біз сатин, хлопок, любой хлопок, габардин, бамбук матасын алсаңыз болады. Мына менде 50 сантиметрлік потайной замок және тебен инемізбен ақ жіп. Біз қазір қолмен осы поролонымызды қаптайтын боламыз. Видеоның описаниясына қажет нәрсенің барлығын тізімін жазып кететін боламын. Ал енді поролонымызды жинаймыз. Біздің валик жастығымыз тығыз, формасын жақсы ұстап тұру үшін біз ең бірінші жұмыс осы поролонымызды дұрыс жинауымыз қажет. Ол үшін біз осы поролонымызды шетінен бастаймыз да өте тығыз етіп ораймыз. Мінекей осы шетінен бастап қаттырақ басып күш саласыздар, орап шығамыз. Егер ортасында қалып қалған шеттер болса, онда ешқандай қиындық жоқ. Осы поролонның қалдықтарын ортасына салып тастауға болады. Мінекей осындай етіп орап шығамыз. Мінекей біздің поролонымыз оралды. Мына екі жақ шеттерінде осылай шығып тұрған жерлер болса, мінекей ішінен нығыздап жинайсыз. Бір жақ шетіміз біздің осындай, екінші жақ шеті шығып тұрған жоқ. Егер де былай мені шығып тұрған болса, осы жерін әдемілеп орап, іш жағына қарай заправлять етесіз. Міне іш жағы улитка сияқты болады. Бұны ұстап тұру үшін де күш керек. Енді бізге не істеу керек? Осы поролонымызды ұстап тұрмыз, біздің формамыз нығыз әдемі болып шықты. Енді бас жағынан емес, мінекей ортасынан бастап, міне біздің тігісіміз, то есть шов көрінбеу үшін, мына бір бұрышты шығып тұрғанда астыға қарай қайырамыз да. Мінекей, енді біздің тігісіміз ондай қатты көрінбейтін болады. Одан кейін сізге жаңағы мен айтып кеткен тебен инені осындай бірнеше қабат етіп инеге салып аласыз, және де осыны біз ортасынан бастап тігеміз. Бұл поролон инемен жіп өткен кезде тесіледі, сол үшін тереңірек алуға тырысыңыз. Тереңірек аламыз. Міне бүктелген жерімізден үлкен етіп тігіс жүргіземіз. Мінекей, бастапқыда осылай болады. Бірінші біздің формамыз ұстап тұру үшін осыны бекітіп аламыз. Бұл көбірек күш алады, қолдарыңыз ауыру мүмкін, сол үшін оймақ киіп алуларыңызға да болады. Мінекей осылай мына жақ шетін қайырып отырып тігеміз. Күш жетпей жатқан жерден осылай инені итерсеңіз болады. Мінекей, осындай етіп, мына жақ шетіне бір 3 сантиметр қалатындай етіп тігіп шығамыз. Міне, мен мына жақта 3 сантиметрде орын қалатындай осындай грубый шовпен жүргізіп шықтым. Яғни мына жағымыз міне формасын ұстап тұратындай етіп шықты. Екі жақ шетіміз біздің осындай, шығып тұрған жақтың барлығын қайырып ішке қарай жөндейміз. Мына жерде қалдырған жеріміз біз қазір
валик жастығымызды кіргізген кезде мына қырлары әдемі болып шығады. Енді біз артқа қарай тігісімізді майдалап тігеміз, то есть аккуратный шоп жасаймыз, чтобы біздің мына бір тігістеріміз жатып көрінбеуі үшін. Бұл ашылып кетеді, жыртылып кетеді деп уайымдамасаңыз болады. Себебі біз бұның сыртын қазір сатин матасымен қаптайтын боламыз. Сол кезде сол сатин бізде қосымша осы валигімізді ұстап тұратын болады. Сол үшін ешқандай қиындықсыз осылай тіге берсеңіз болады. Мінекей, осындай кішірек тігістермен жүргізіп шығасыз. Бұны енді ортасына дейін емес, соңына дейін айналдырып тігесіз. Мына жақ шетін біз жаңағыдай грубый шовпен тігетін болсақ, артқа қарай тағы да бір тігісті ортасына дейін біз майдалап тігіп шығамыз. Мына тігісіміз максимально жасырыну үшін. Мінекей, мен поролонымды полностью екі жақ шетінен тігіп алдым. Міне менде бас жағы, міне астыңғы жағы, екі жақ шетінде де 3 сантиметрден астатық бар. Шетіміз біздің осындай, екінші жақ шеті осындай. Барлығы нығыз, формасын өте жақсы ұстап тұр. Мінекей, бірінші үлкен шоп жүргіздік, одан кейін кішкентай. Енді бізге осы поролонымызды қаптайтын сатиннің өлшемін шығару керек. Ол үшін біз қазір осы поролонымыздың ұзындығын, то есть валигіміздің ұзындығын өлшейміз. Мінекей, бас жағынан бастаймыз да, сантиметровый лентамызды қойып, мінекей, 54,5 сантиметр болып шықты. Бұл бізде ұзындығы. Енді осы валигіміздің айналымын өлшейміз. Мінекей, бізде валиктің айналымы 56 сантиметр болып шықты. Яғни бізге сатин матасынан тігіске қалдыра отырып, міне 56 сантиметр болатын болса, тігіске біз 1 сантиметр қалдырамыз, сонда 57 сантиметр. Және де мына жақ шетте 55 сантиметр болды, соның 1 сантиметр тігіске қалдырып 57 сантиметр етіп аламыз. Одан кейін міне біздің квадратымыз дайын болады, бір жақ шетін қаптайтын, және де бізге осы дөңгелек жағын өлшеп алу қажет болады. Ол үшін біз сізбен осы валик жастығымыздың мына жақ шетінен бастаймыз да, бұлай өлшейміз. Менде мінекей 18 сантиметр болды. Неге тағы да бір рет көрсетем. Бас жақ шетінен бастап мына жаққа дейін міне 18 сантиметр, және де бірнеше жерінен дәл осылай өлшем жүргізесіз. 18-17 сантиметр болып шығады. Біз сіздермен 18 сантиметр етіп өлшемін алдық. Мінекей, мынау менің 56-да 57 сантиметрлік квадратым. Бұны қазір бөлек қоямыз. Біз валик жастықтың екі жақ шетіне тігілетін шеңберімізді анықтауымыз керек. Ол үшін мен не істедім? Осындай квадрат алдым. Бұл квадратты біз екіге бүктейміз. Бұның жалпы екіге бүктелген кездегі өлшемі 20-да 23 сантиметр. Сізге біздің өлшеміміз 18-де 18 болғанын ұмытпаймыз. Сол 18-де 18 квадрат сиятын жер қажет бізге. 23-ті екіге бөлеміз. Ол бізде 11,5. Осылай обычный ручканы алып пайдалана берсеңіз болады. Және де екінші жақ шетін ортасын табамыз. 20,5 болса, онда 3. Примерно біздің ортамыз дәл осы жер. Осы жерде матамызды 4-ке бөлеміз. Мен сізге қазір шеңбер сызудың ең оңай жолын көрсетемін, бірақ сіз өзіңізге шаблон жасап алып, сол шаблонның көмегімен істесеңіз болады. Бізде 18 сантиметр, біз оған 1 сантиметр тігіске қалдырамыз. Сонда бізде 19-ды екіге бөлсек, бізде 9,5 сантиметр болады. Мына жерден бастаймыз. Біздің центріміз міне осы жер. Осы жерге біз міне 9,5 дейміз да.
өзіміздің нүктемізді қоямыз. Мінекей бізде 9,5 бір рет, 2 рет. Шеңберіміздің жартысын ғана істейміз. Қалған жерін бүктеп қия салатын боламыз. Осындай нүктелердің барлығын қойып аламыз да, сосын нүктелерді бір-біріне қосамыз. Циркуль болса циркульмен істесеңіз болады, жіп болса жіппен айналдырсаңыз болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай істеуіңізге болады. Ал мен сізге ең оңай жолын көрсетемін. Мінекей, біздің шеңберіміздің жартысы сызылды. Енді біз осыны әдемілеп қолмен қосамыз. 1 сантиметр тігіске қалдыруды ұмытпаймыз. Әйтпесе тігіске жетпей, валик жастықтарыңыз сыймай қалатын болады. Мінекей, ровно жартысына дейін мен жүргізіп шықтым. Енді осыны қиям. Мінекей, жартысына дейін қиып алдым. Енді дәл осыны ортасынан бүктейміз. Бүктелгеннен кейін келесі жартысын қиып шығамыз. Мінекей, біздің шеңберіміз дайын болды. Идеальный болып шықты деп ойлаймын. Енді бізге мына алған квадратымызды мына жағынан 10-15 сантиметр осындай көлемде тігіс жүргіземіз осылай. Және де келесі жақ шетінен тігіс жүргіземіз де осы шеңберлерімізді жалғайтын боламыз. Мінекей, екі жақ шетінен тігіс жүргіземіз. Ішіне валик жастығымыз сиятындай болу керек. Біз екі жақ шетін тіктік. Осындай кесік бізде валикті кіргізуге қалады. Енді осы шеңберлерімізді екі жақ шетіне бізге жалғау қажет болады. Ол үшін біз не істейміз? Мінекей, біздің мынау бет жағы, ал мынау астыңғы жағы. Астыңғы жағына осылай міне шеңберімізді инемен бекітіп алсаңыз болады, көктеп тігіп алсаңыз болады. Оны да істемеймін дейтін болсаңыз, жай ғана осып 5 мм лапканың бойымен әдемілеп тігіс жүргізіп шығасыз. Бірақ бірінші рет тіккен болсаңыз, міндетті түрде инемен немесе көктеп алған дұрыс. Мінекей, мен инелеп шықтым. Енді тігісті жүргіземіз. Тігісті біз қазір мына шеңбер жағынан емес, мына квадрат жағымыздан жүргізетін боламыз. Мінекей, мен айналдырып тігіс жүргізіп алдым. Енді сізге аударып көрсетемін. Екінші жақ шетін дәл осы технологиямен тігесіз. Бірінші инелеп аласыз да, осындай тігісіңізді жүргізіп шығасыз. Одан кейін біз валигімізді ішіне кіргізетін боламыз. Біздің валикке арналған чехолымыз дайын. Аударамыз. Осындай әдемі цилиндр болып шығады. Мынау бізде валикті кіргізетін орнымыз. Енді валигімізді орнатамыз. Ол үшін мына тігісіміз біздің былай қарай, оң жаққа қарайды. Валикті әдемілеп бас жағына кигіземіз. Сатин мен поролон бір-біріне қайшылық көрсетеді. Сол үшін қолды салып, итеріп, тығыз орналасатындай етіп кіргіземіз. Қараңыз,
айта кететін нәрсе, мынау қырымыз біздің осы валиктің қырымен бірдей болып түсу керек. Сол кезде біздің жаңағы құрақтан жасалған чехолымыз өте әдемі болады. Міне бір жақ шетін мына тігісті оң жаққа қарай қаратып біз отырғыздық. Енді екінші жақ шетін мына валигімізді бүктеп кіргіземіз. Міне біздің екінші жақ бөлігіміз. Соның ішіне тігісімізді жыртып алмай бүктеп отырып кіргіземіз. Басы дайын. Енді қолымызбен осыны әдемілеп жазып орнына келтіреміз. Ұмытпаймыз, мына бір қырымыз біздің тігістен бірдей болу керек. Ол үшін валигімізді итеріп, тартатын жерін тартып, жөндеп аламыз. Мінекей осындай болады. Дәл осындай болып тігіледі. Ал мына жерімізді біз қолмен тігіп шығамыз. Мінекей біздің тігісіміз дайын болды. Осымен бізде валик жастығымыздың іші дайын, полностью. Енді біз осының сыртын және замоктарына көшетін боламыз. Мінекей мынау біздің валик жастығымыздың сырты болады, яғни беткі қабаты. Бұл жерде мынау бізде оюымыз, жан-жақтарындағы құрақтарымен. Осы оюмен жұмыс және құрақтардың түрлері, элементтермен жұмыс өткен видеоларда бар, сол жерден қарап көрсеңіз болады. Біз дәл қазір мына 3 оюды бір-біріне құрақтарымызды жалғап аламыз да, оюымызға жалғаймыз. Дәл солай астыңғы жақтағы үшеуін бір-біріне жалғап, одан кейін оюға жалғаймыз. Төртеуісін бір-біріне жалғаймыз да, осы екі жақ шетіне және де дәл солай істейтін боламыз. Мен бұны видеоға көрсетпейтін боламын, себебі алдыңғы видеоларда да дәл осы технологияны пайдаландық. Мінекей біздің жастығымыздың беті полностью жалғанды, барлығы бір-біріне. Астарымыз біздің осындай болып шықты. Артық жіптерін барлығын алып тастаймыз. Бетін әдемілеп үтіктейміз. Енді бізге замок орнату керек. Замок орнату үшін біз қазір осымен валигіміздің ішін орнатамыз. Одан кейін осы жастықтың бетіне қоямыз да өлшейміз. Мінекей бізде дәл түсіп тұр. Енді осыны әдемілеп жазамыз. Жазғаннан кейін мінекей мына жерде бізде жетпей тұрған жер болады. Обязательно болады. Осы жерді біз сантиметрмен немесе линейканың көмегімен өлшеп аламыз. Бұл менде міне 3 сантиметр, 3,5 деп алуға болады. Осы жерде мен мына жақ шетіне 1 сантиметр тігіске, мына жақ шетіне 1 сантиметр және де ортадағы тұратын замокқа 1 сантиметрден аламын. Яғни 3-ке 4 сантиметрді қосамыз, сонда бізде 7 сантиметрлік лента болады. Сол 7 сантиметрлік лентамызды 2-ге бөліп аламыз да, мына потайной замогымызды орнатамыз. Мінекей менде ені 3,5, ұзындығы 80 сантиметрлік 2 лента бар. Осы лентаны біз қазір осы потайной замогымызға орнатамыз. Лентамыз ұзын болу керек. Осылай 80 қылдырып ала беріңіз. Артық жерін біз қиып алып тастаймыз. Жетпей қалғаннан гөрі артылып қалғаны дұрыс. Дәл қазір осының тігілу технологиясын көрсететін боламын. Ең бірінші сізге осы лентамызды бетіне қаратамыз да, екеуісін бір-біріне қосып жалғап алу керек болады. Мінекей бетіне қаратамыз. 5 мм-де закрепка бермей екі жақ шетіне тігіс жүргіземіз. Мінекей мен тігісімізді жүргізіп шықтым. Енді осыны әдемілеп екіге жазып аламыз да үтіктейміз. Дәл осындай етіп үтіктейміз. Міне астарымыз біздің осындай болады. Енді осы замогымыздың міне бегуногы собачкасы дейді. Осыны төмен қаратамыз да инелеп немесе қолмен көктеп тігіп шығамыз. Инелеген кезде қай жерге инелейміз? Бұны біз мына припуск тігіске қалдырған жерімізге инелеп шығамыз. Дәл қазір
осылай бірінші орнатып аламыз. Қараңыз, біздің мына замоктың ортасындағы мына бір линиямыз замогымыз мына тігіске қалдырған жерге дәлме-дәл түсу керек. Сол кезде сіздің замогыңыз өте әдемі және аккуратны болып шығады. Сол үшін технологияны ұстанамыз. Егер де басқа да жолын білетін болсаңыз, онда сол әдіспен істей берсеңіз болады. Ал маған ыңғайлысы және де оңай жолы осы. Мінекей, мен замоктың орнын тауып алдым. Енді дәл солай инелермен мінекей орнын осы замогымызды припускымызға бекітеміз. Егер жылжып кетеді деп қорқатын болсаңыз, көктеп алыңыз. Міне біздің припускымыз, міне біздің замогымыз. Алып осыны припускқа бекітіп шығамыз. Мінекей, мен замогымызды полностью инелеп дайындап алдым. Енді есіңізде ме, мына бір жүргізген тігіс, осы тігісті бізге қазір сөгіту қажет болады. Мінекей, осылай шетінен тартып отырсаңыз, ол өзі де шешіліп қалады. Осы тігісімізді ашып аламыз. Ол тігіс бізге жаңағы замоктың дәлме-дәл орналасатын жерін білу үшін арналған. Не үшін деп ойлап жатқан болсаңыз, мінекей, тігісті ашып алдық, потом мынаның барлығын тазалаймыз. Енді замогымызды ашамыз. Замогымызды ашамыз және де осы тігістерді жүргізіп шығамыз. Ол үшін мен арнайы лапка пайдаланамын. Лапка для потайной молнии деп аталады. Дәл осындай лапканың көмегімен мен екі жақ шетінде. Бұндай лапкалар еще бытовой машинкаларда да болады. Егер жоқ болса, міндетті түрде алып алыңыз. Бұл тігісті сондай-ақ қарапайым лапкамен де жасауға болады, бірақ мынамен кішкене жеңілірек, сол үшін мен осы лапканы пайдаланатын боламын. Мінекей, мен лапкамды ауыстырдым. Осы жерде түстес жіпті де қойып алдым. Енді мына бір замогымыздың тістерін дәл осы лапкамыздың бір жақ ойындысына орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін басына закрепка беруді ұмытпаймыз. Закрепка бергеннен кейін тігісті жүргіземіз. Бисмилля. Инелерді шетінен алып отырамыз. Міне қараңыз, мына бір ойындылар бізде лапканың тісін ашып отырады. Мінекей, бір жақ шеті тігілді. Енді екінші жақ шеті дәл солай. Мына припусктарымызды жазамыз. Жазғаннан кейін замокқа арналған ойындыға орналастырамыз. Мінекей, орналастырдық. Енді закрепкадан бастап тігісті жүргізе беруге болады. Неге біздің замогымыз дайын болды. Мына жақ шетте сөгілген жерге қазір біз тігіс жүргіземіз. Обычный лапкамызды орнатып қарасаңыз, біздің тігісіміз, то есть замогымыз идеально отырды. То есть мына жерде замок бар екенін вообще көрінбейтін болу керек. Это в идеале. Қараңыз, қандай әдемі болып шықты. Енді лапкамызды ауыстырамыз. Ауыстырғаннан кейін мына жерде тесік қалды ғой. Осы тесігімізді, припусктарымызды ашамыз. Басынан бастап мына жерде міне 5 мм тігіс жүретін болса, мына жерден қазір
жаңа тігіс жүргізіп жатырмыз. Бұл тігісті қазір қай жерге дейін жүргізу керектігін көрсетемін. Қараңыз, мына жерде бізде замогымыздың басы, ар жақ шетте бізде уже замогымыздың тігілген жері. Бізге бұл тігісімізді, мына келе жатқан тігісті мына жердегі міне замоктың тігісіне максимально жақындату керек болады. Асықпай. Мінекей мен максимально жақындаттым. Енді закрепка берем. Болды. Ашты. Енді көреміз. Мінекей біздің жаңа тіккен жеріміз. Қазір бұл замогымызды тағы да бір рет үтіктейміз де көрпемізге қосамыз. Қараңыз, көрпеміздің жаңағы оюымызбен бірге осы замогымызды жалғау үшін біз не істейміз? Міне бас жақта бізде осындай тігістеріміз бар. Осы тігісімізді 1 сантиметр жоғары қарай көтереміз. Көтергеннен кейін, міне 1 сантиметр жоғары көтеріліп тұр. Осы жерден тігіс жүргіземіз. Мінекей бір жақ шеті толығымен тігілді. Енді екінші жақ шетін дәл солай. Мінекей мына жағын дәлдеп аламыз. Егер құрақтың артылған артық жерлері болса, ода ешқандай қиындық жоқ, бұны қиып алып тастаймыз. Главное, мына жерлерімізді бір-біріне дәлдеп алып, сол тігісімізді тартпай тігіп шығуымыз қажет болады. Бастапқысында закрепка беріп. Замогымызды тігіп болғаннан кейін валигімізға кигізіп, осылай дәлдеп өлшеп көреміз. Артық жерлер болса қиып, немесе тағы да бір тігіс жүргізесіз. Менікі дәл түсті. Мінекей қараңыз қандай әдемі болып шықты. Осындай болып жазылып тұру үшін сіз өлшемдерді дұрыс шығару керексіз. Және де осы тұсын үтіктеуіміз керек болады. Мына жердегі артық жерді алып тастаймыз, қиып. Екінші жағымыз біздің осындай болып шығады. Артық мені құрақтың артық жерлері болса, соны қиып алып тастаймыз. Бірінші қазір осы замогымызды мына жеріне закрепка беріп аламыз. Ашып жатқан кезде ыңғайлы болу үшін, ашылып кетпеу үшін тура сол сияқты мына жерден артығын қиып алып тастаймыз да, мына жерімізге закрепка беріп қоямыз. Мына тігісіміз ашылып кетпеу үшін. Енді бізде соңғы жұмыстардың бірі мына жақ шетімізді жалғайтын боламыз. Осы валигіміздің дөңгелек жағын жабу үшін бізге осындай ені 11 сантиметр, ал ұзындығы 80 сантиметрлік ұзындық лента керек. Осы лентамызды қазір тігіп бастаймыз. Артылатын жері болады. Сол артық жерді қиып алып тастаймыз да, сосын жиыратын боламыз жан-жағын. Мінекей біз қазір аламыз да осы лентамызды бетіне қаратып тігеміз. Ол үшін біз міне мынау біздің замогымыздың жүретін жері кішкене 1 сантиметрлей қалдырып, осы жерден айналдырып тігіс жүргізетін боламыз. Жерде 1 сантиметр қалды. Осы 1 сантиметр жерге біз дәлденген жерге дейін келтіреміз. Мына жерден соңына дейін келіп закрепка береміз. Мінекей шықтық. Енді осы жерде бір-біріне сәйкестендіреміз де артық жерін қиып алып тастаймыз. Артық жерін қиып алып тастадық. Енді осы жерге припускымыз 1 сантиметр болатындай етіп қосамыз. Енді осы жастығымыздың тұсын валигімізге кигізетін боламыз. Мен оның бетіп ішін ашып, ыңғайластырып кигіземін. Ал сіз өзіңізге удобный вариантын қарай берсеңіз болады.
шеттерін барлығын, қырларын барлығы бір-біріне сай келуін қарастырасыз. Бір жақ шетіне көбірек, бір жақ шетіне азырақ кетіп қалмау керек. Қырлары барлығы бір жерде әдемі болып жиналу керек болады. Енді біз мына жеріліп қалған астатық жерімізді қайырып отырып тігіп, инемен жинайтын боламыз. Қазір қалай істелінетінін көрсетемін. Осындай болып жиырылады, өте әдемі болып шығады. Енді екі жақ шетін қалай жинаймыз деген сұрақ. Бұл жерде қараңыз, біз мынаны енін 11 сантиметр етіп алдық. Приблизительно бізде осы шеңберіміздің ортасы мына жерге түседі. Біз мына жерді қайырамыз. Қайырғаннан кейін тебен енемізді алдық. Осы жерден астыңғы жағынан өткіземіз. Мінекей. Өткізгеннен кейін, мына жақта кулиска сияқты етіп, менің жағдайымда 2 сантиметр етіп қайрады. Енді осыны дәл осы ширинада ең бірдей етіп осылай жинап шығамыз. Мінекей. Қашықтығын примерно бірдей қылдырамыз, 1-2 сантиметр қылдырып, одан кейін осыны жинайтын боламыз. Айналдырып отырсаңыз болады. 1-1,5 сантиметрді қашықтықтан қарапайым қолдың тігісімен жүргіземіз. Мінекей, басын жинап тіктік. Енді осы жерді әдемілеп сборка жасау керек болады. Ол үшін біз не істейміз? Ең бірінші жаңағы өткізіп алған жібіміздің басын тауып аламыз. Түйіншектелген, мінекей біздің түйіншегіміз. Енді осы түйіншекпен қоса отырып, тартып байлаймыз. Қараңыз, осы жерде түйіншегіміз шыққан, мына сыртқа шығып тұрған жерлерді ішке қарай кіргіземіз. Мінекей, мына байланған тігіп болғаннан кейін осы жерде түйіншекте байлаймыз. Мына жерде бізде тесік қалды. Осы тесігімізді ары-бері, ар жақ шетінен бір-біртіндеп алып, бір-біріне жалғап, шешіліп кетпейтіндей етіп, бекітіп аламыз. Мінекей, бекітіп алдық. Енді дәл мына жібімізді қиып алып тастасақ болады. Дәл осы салбырап тұрған жібімізге тағы да бір байлап бекітіп аламыз. Сол кезде сіздің тігістеріңіз мықты шешіліп кетпейтін болады. Ал мына жерде бізде брошкамыз болады. Сол брошкамызды тігетін боламыз, иншалла. Артығын алып тастаймыз. Қалған ішіне қайырамыз. Мына жақта сборкаларымызды әдемілеп қойсақ болады. Енді екінші жағын дәл осылай тігіп шығамыз. Мінекей, біздің валик жастығымыз толығымен дайын болды. Мына жақтарын біз түйіп тігіп алдық. Бұны еще конфетка, шынтақ, шалжақтық деп айтады. Ішімізде осындай поролоннан қапталған толтырғышымыз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде каналға
тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жазып, ұнаған, ұнамаған туралы айта кетсеңіз болады.